Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Альбина. Бүгін сіздерге осындай түріктің ең дәмді печеньесі шоколадты курабенің рецебімен бөлісетін боламын. Ең алдымен құрамын дайындап аламыз. Ол үшін бізге ұн керек болады, және де какао керек болады. Үй температурасындағы сары май, және де қант, сонымен қатар бір жұмыртқа, және қамыр қопсытқыш пен ванилин, сонымен қатар сұйық май керек болады. Ең бірінші сүтті сироп дайындап аламыз. Ол үшін сүтіміз бен қантымызды кастрюляға салып, қантымыз ерігенше сүтімізді жақсылап қыздырып аламыз. Сүтті қатты қайнатып керек емес, осылай араластырып арқасында қантымыз ерігенше жақсылап қыздырып аламыз. Одан кейін пештен алып суытып қоямыз. Шоколадты печеньені дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге бөлме температурасындағы сары май, жұмыртқа, қант және сұйық майымызды бәрін бірге қосып, жақсылап тұрып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Қамырымыз біркелкі болғаннан кейін үстінен қамыр қопсытқышымыз бен ванилинді қосып, жақсылап тағы бір рет араластырып алатын боламыз. Келесіде бізде ұнымызды саламыз. Одан кейін какаомызды саламыз да жақсылап қамыр илейтін боламыз. Ұнның тығыздығы әртүрлі, сол себепті бірден барлық ұнды салып тастауға болмайды. Бірте-бірте жай-жайдан салып, жақсылап қамыр илейсіз. Осылай кішкене бөлігін алып, қамырдың осылай тексеруге болады. Қолға жабыспайды, әрі майлы болып тұру керек. Біздің қамырымыз дайын. Енді қамырымыз кішкене демалу керек. 5-10 минут осындай ыдысқа салып, бетін жауып қойып қоясыздар. Жұмсақ қамырдан осындай дөңгелек пішінді етіп печеньені жасайтын боламыз. Менің печеньем тым кішкентай болып кетті пішіні. Сол себепті кішкене үлкендеу қылдыруға да болады. Өз қалауларыңыз бойынша әртүрлі пішінді етіп жасауға болады. Осылай өте әдемі болып піседі, қатты көтерілмейді. Сол себепті шариктарыңызды кішкенде үлкендеу қылып, пішінді етіп қылуға болады. Міне осындай сүтті сиробымыз кішкене сарғыш түсті болады, суығанда сгущенное молоко сияқты. Қанты толық еріген және салқындау. Енді осы сүтті сиропқа печеньемізді әрбіреуін 5-10 секундтай ішінде салып ұстап тұрамыз. Немесе 5-6 штуктан салып қойып, біртіндеп алып, осылай жеке ыдысқа салып қоюға болады. Сол кезде ол өзінің сиропын печенье өзіне сіңіріп алады. Ендігі кезекте үстіне ақ шоколадтан глазурь істейтін боламыз. Ол үшін жеке бір стаканға осындай мешокка мен ақ шоколадты салдым и ыстық суға салып қойдым. Осылай тез еріді, 5 минутта. Және де кішкене басын ұшын тесіп аламыз да, өзімізге қажетті етіп. Одан кейін осылай печеньеміздің үстін әрлейтін боламыз. Ол да өз талғауыңыз бойынша әртүрлі қылып сәндеуге болады. Мен осындай ақ жолақты таңдадым. Асықпай барлық печеньені осылай әдемілеп, әрлеп, сәндеп шығатын боламыз. Бұл печенье қонақ келгенде, яғни асығыс кезде өте тез дайындалатын әрі дәмді печенье болып табылады. Сол себепті міндетті түрде дайындап көріңіздер. Міне шоколадты сәндеп те біттім осымен.
соңында осындай ылғалды, шоколадты, дәмді печенье болып шығады. Міндетті түрде дайындап, менің инстаграм каналыма міндетті түрде өз рецептеріңізбен бөлісіңіздер.